Баршаңызға сәлем. Арнаға қош келдіңіздер. Видеоны көрмей тұрып лайк басып, тіркелу батырмасын баса кетіңіз. Әнші Төреғали Төрелі Атырау облысы Құлсары қаласына барды. Өнер иесі көмекке келген жүкті түсірісіп, зардап шеккен халыққа қолдау білдірді деп жазады. Ассалаумағалейкум. Ел болып, халық болып, қол ұшын берейін деп, үйлеріңізді, отбасыларыңыз тастап, осында келіп қызмет етіп жатқан қызметтеріңіз Алладан қайтсын. Біздің дәл осындай болатынын қайдан білді? Алла Тағаланың жіберген сынағы шығар, бірақ адам шығыны болмасын әйтеуір. Атырауды аралап, қолдан келгенше қол ұшын беріп, жіберетін көмектеріміз жіберіп, сіздермен бір жүздесіп кетейік, төбемізді көрсетіп кетейік деп келген жайымыз бар. Өнерге келгеннен, әкемізден, ергеннен бастап Құлсарыда талай қуанышта, талай тойда, талай концерттерде болғанбыз. Кешеде Атырауда концертпен келдік. Артымыздан су келіп жатқанбыз деп білген жоқпыз. Құдай сіздерге қуат берсін. Жақсы күндеріміз көп болсын. Біз Харекет қорының үйін табыстауға келдік. Bir есеп, екі есеп. Былай айтқанда қоныш тойдың басын бастауға келдік. Сол ары қарай жалғаса берсін, кесек тек қана концертке тойға келейік. Ассалаумағалейкум. Жылы жерде жол төсекте жатқан ағайындар болса, жандар болса, Алла Тағала елімізге басына қауіп төніп жатқанда, осындай қайғы қасірет болып жатқан кезде үйде жатуға мүмкіншілік болмады. Ол Алматы қаласы апорттың жанында Жеті Құрдас деген базардың алдында тұр. Продуктілерді, азық-түліктерді кетті. Бірақ енді ысырап қылмай, сол елдің, халықтың жинап жатқан нәрсесін, сол зардап шегіп жатқан жандар қолданса, өз қолдарына жетсе деп аманат қылып жіберіп жатқан жайымыз бар. Жол салып жатса, Атырауға да, болмаса Құлсары болсын, Қостанай болсын, қай жаққа жол түсіп жатса, сол жаққа барып сіздермен жүздесуге біз дайынбыз ағайын. Аз да болса, көптей қабылдауыңыздар. Біз сіздермен біргеміз ағайын. Алматылықтар әркім өзінің қолында барын беріп жатыр. Берем деген қолын созып жеткізе алмай жатқан, ой жетіп, қол жетпей жатқан жандар болса, бәріңізді осы жерге шақырамыз. Осы әлде де қамаздар бар, солардың ішін толтырып, аманаттарыңызды апаруға жігіттер дайын. Біз сіздермен бірге Желі қолданушылары әншінің бұл ісіне ризашылық білдіріп, жарыса алғыс айтты. Алла разы болсын, жарайсыз, әйелім ұл тапса, атын Төреғали қоярмын, Алла сауаптан жассын деп жазды желідегілер. Видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіз құрметті көрермен.